Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте керемет ауызда еритін ірімшік қосылған балмұздақты пирог жасайтын боламыз. Достар, видеоны аяғына дейін қарамас бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бірінші ыдысымызға ұнымызды електен өткізіп алып, үстінен талқан, қамыр қопсытқышымызды салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Қанттың орнына сахарный пудрамызды үлкен 2 ас қасық саламыз және де бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, крошка жасап аламыз. Песочный әдемі болып шыққан крошкамыздың үстіне бір ғана жұмыртқамызды салып, жақсылап жұмсақтау етіп, қамырды илеп аламыз. Қамырымыз осындай жұмсақта болу керек, өте керемет болып шықты. Пакетімізге салып, жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Ішкі салмасын дайындайтын боламыз. Ыдысымызға сливкемізді құйып, үстіне сахарный пудрамызды салып, жақсылап қоюланғанша миксерлейміз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай қоюлықты болу керек. Енді үстінен аздап сгущенкамызды құйып, 2 жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап бір миксерлеп аламыз. Бізде ішкі салмамызда және де қамырымызда дайын болды. Осындай арнайы формамызға қамырымызды жұқалау етіп жайып аламыз. Қамырымызды әдемі формамызға жайғастырып алдық. 4 бұрыштап алдын ала ірімшігімізді турап алып, астына осылай салып шығамыз. Ірімшігіміздің үстінен алдын ала дайындап алған кремімізді құйып, 180 градуста қызып тұрған пешімізде 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің балмұздақ тәрізді пирогымыз дайын болды. Бетін әсемдеп сахарный пудра сеуіп қойсаңыздар да болады. Өте керемет болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер.